Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған НКТ-ға дайындық видеосабағының екінші бөлімін бастаймыз. Егер де сіз кезекті тестті тапсыруға дайындалып жүрсеңіз, онда сізді Телеграмдағы бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған НКТ-ға дайындық каналына қосылуға шақырамын. Онда күн сайын жаңа сұрақтарды талқылайтын боламыз. Сонымен екінші бөлімді бастаймыз. 27-ші сұрақ. Ауладағы сенбілікке 420 адам шықты. Олардың 10-нан 3-і ер адам, 10-нан 6-сы әйел адам. Қалғандары балалар. Неше бала сенбілікке қатысты? Дұрыс жауабы 42. 28. Ауыспалы мағынада қолданылған сөз тіркесі. Дұрыс жауабы ашық мінез. 29. Сын қимыл істеуі. Етпетінен әрең. 30. Бала мына жоғалтқан әйелдікі екен. Өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне бер, деп билік айтыпты. Дұрыс жауабы Қазыбек би. 31. Сескенбеу сөзіне мағыналас болатын сөз. Дұрыс жауабы қаймықпау. 32. Өз қорегін өзі өндіретін тірі ағза. Дұрыс жауабы өсімдік. 33. Бұл мәтінде оқиға құбылыстың себебі түсіндіріледі, дәлелденеді. Дұрыс жауабы пайымдау. 34. Омыртқасыз жануар. Дұрыс жауабы ұлу. 35. Адамдағы ең күшті бұлшық ет. Дұрыс жауабы шайнау бұлшық еті. 36-шы сұрақ. Туынды сын есім. Дұрыс жауабы ақшыл. 37. 90 градустан кем бұрыш. Дұрыс жауабы сүйір бұрыш. 38. Еліміздегі ұлттық саябақтар құрамына жатпайды. Дұрыс жауабы барса келмес. 39. Төбе шашы тік тұрды, тұрақты сөз тіркесінің мағынасы. Дұрыс жауабы қорқу. 40-шы сұрақ. Кестеде көрсетілген 5-ші есептегі тік төрт бұрыштың биіктігі. Кестеге мұқият қараймыз, мен берілгенін және де жауабын ғана айтамын. Формуласына қарап, есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер, жақсы ма? 5-ші есеп. А қабырғасы 46 см, Б қабырғасы 30 см. Бұл жерде H, яғни тік төртбұрыштың биіктігі белгісіз. В, яғни көлемі 27600 см куб. Бізге тік төртбұрыштың биіктігін тапсын деп тұр. Яғни дұрыс жауабы 20 см болады. 41-ші сұрақ. Кестеде көрсетілген 3-ші есептегі тік төртбұрыштың ені. 3-ші есеп. А қабырғасы 15 метр, Б, яғни белгісіз, H биіктігі 3 метр, В көлемі 90 метр куб. Дұрыс жауабы 2 метр. 42-ші сұрақ. Кестеде көрсетілген 4-ші есептегі тік төртбұрыштың ауданы. 4-ші есептің берілгені. Бірінші қабырғасы А 35 дециметр, Б 2 дециметр, H 1 дециметр, және де көлемі В белгісіз. Дұрыс жауабы 70 дециметр куб. 43-ші сұрақ. Кестеде көрсетілген бірінші есептегі тік төртбұрыштың көлемі. Бірінші есептегі, яғни бірінші есепте А 12 метр, Б 3 метр, H 2 метр, және де В көлемі белгісіз. Дұрыс жауабы 72 метр куб. 44-ші сұрақ. Кестеде көрсетілген екінші есептегі тік төртбұрыштың ұзындығы. Екінші есепті қараймыз. А қабырғасы белгісіз, Б 2 дециметр,
H 16 дециметр, В 128 дециметр куб. Дұрыс жауабы 4 дециметр. 45-ші сұрақ. Тік төртбұрыштың периметрі 246 см, ал ені 30 см болса, ұзындығы нешеге тең? Дұрыс жауабы 93 см. Келесі сұрақ. Екі жағы тұйықталған сызық. Дұрыс жауабы кесінді. 46-шы сұрақ. Сандар тізбегінің жалғасы 212, 179, 146, 113. Дұрыс жауабы 80. 47-ші сұрақ. 145.326 санының разрядты қосылғыштары. Дұрыс жауабы 100.000, 40.000, 5.000, 300, 20 және де 6. 48-ші сұрақ. 111 көбейтілген 5 тең. Бос орындалды толтыр. Дұрыс жауабы 100 көбейтілген 5, қосу 10 көбейтілген 5, қосу 1 көбейтілген 5, тең 555. 49-шы сұрақ. Жазық пішінді геометриялық фигуралар қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Дұрыс жауабы периметр. 50. Кему ретімен берілген қатар. Дұрыс жауабы 3 ай 23 сағат, 8 тәулік 3 сағат, 9 сағат 54 минут және де 540 минут. 51-ші сұрақ. Центр деп аталатын нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиынтығы. Тұйықталған сызық. Дұрыс жауабы шеңбер. 52-ші сұрақ. 10, 800, 20, 700, 30, 600, 40, 500 және де 50 қосарланған сандар тізбегінің жалғасы. Дұрыс жауабы 400 және 60. 53. Шаршының қасиеті. Дұрыс жауабы барлық қабырғалары тең. 54. Тік төртбұрыштың қасиеті. Дұрыс жауабы барлық қабырғалары өзара тең. 55-ші сұрақ. Қос теңсіздіктің шешімдер жиыны. 3 кіші К-дан, К кіші 6-дан. Дұрыс жауабы 4-те 5. 56. Математикадағы пікірлердің түрлері. Дұрыс жауабы жалған ақиқат аксиомы. Құрметті әріптестер, осымен видеосабақтың екінші нұсқасы аяқталды. Келесі сұрақтарды үшінші бөлімде талқылаймыз. Видеосабақ пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыз.